Су ресурстары маркетинг жауапкершілігі шектеулі серіктестігі бас директорының орынбасары Бекжан Ешімбетов Отырар телеарнасының тікелей эфирінде тұрғындардың сауалдарына жауап берді. Кері байланыстың негізгі тақырыбы қаңтар айындағы суықта шымкенттіктердің су құбырларының қатып қалуы, желілерді реттеу турасында болды. Ауа температурасының күрт төмендеуі тұрғындар үшін нағыз сынақ болғаны рас. Көп үйлердің ішкі жүйесі аязға мүлдем дайын болмай шықты. Бекжан Пердебайұлы кәсіпорынның қыс маусымына дайындығы туралы ұжымның аязды күндері қалай жұмыс істегенін баяндады. Үй ішіндегі қатқан құбырларды жібітіп, кейбірін алмастырған жұмысшылар тәулік бойы жұмыс істеді. Мекемеде қосымша бригадалар құрылды. Сонымен қатар Бекжан Ешімбетов заң бойынша көп қабатты үйлерде ішкі желілер тұрғындардың меншігінде екенін тағы бір еске салды. Өкінішке қарай, үйлердің дерлігінде өзін-өзі басқару органдары туралы сөз де қозғалмаған. Соның салдарынан жертөлелер мен кіреберістер қараусыз күйде тозып кеткен. Олар жылыту маусымына дайындалмаған. Соның кесірінен ішкі тораптарға мұз қатып қалған. Қалпына келтіру оңай болған жоқ. Тікелей эфир барысында Су ресурстары маркетинг жауапкершілігі шектеулі серіктестігі бас директорының орынбасары көрермендердің сұрақтарына да жауап берді. Егер сізде кәсіпорын қызметіне қатысты сұрақтар болса, біздің әлеуметтік желілердегі аккаунттарымыз арқылы қоя аласыз, немесе WhatsApp желісі арқылы жазбаша қалдыруыңызға да болады. Нөмірі 8 705 758 11 11.